Hello again. Hello everybody. I think you are well because I'm well too. Қал жағдайларыңыз қалай? Сәлем барлықтарыңызға. Менде бәрі жақсы, өзіңіз көріп отқаныңыздай. Ал сенде ше? Сенде де жақсы деген ойдамын. Балақай, бүгін біз екінші модульді аяқтауға таяп қалдық. Сондықтан да бүгін сені тағы да прогресс тест аламын. Okay? Please open your book, open your activity book at page 17. Do you know 17? What kind of number? 17 ол қазақша 17, яғни 17-ші бетті шағой. Okay, my dears, look and write. Саған тапсырма беріп тұр. Қара және жаз дейді, я? Сен әріптердің бәрін білесің, жазып білесің. Ағылшын тілінде де барлық әріптер кәдімгі көріп тұрғандай жазылады. Енді мына сөздермен танысып алайық бірінші. Көріп тұрсың ғой? Менімен бірге қайтала. Mommy, daddy, sister, grandma and grandpa. Бұл не? Яғни бұлар members of family, яғни отбасы мүшелері. So next, tree house, chair, table, radio and a bed. Бұның бәрі үйдегі заттар. Енді сен соның бәрін осы күнге дейін менімен бірге өткен болатынсың. Мен саған қазір шамамен 2 минут берейін. Осыларды барлық сызықтар тұр ғой, мысалға әже атаның қасында сызықтар тұр. Соған сәйкес әже қалай аталады ағылшынша? Ата қалай аталады? Мысалға төсек қалай аталады? Соның бәрін қасына жазып шыға ғой. Шамамен мен саған сол бір 3-4 минут берейін, okay? I'll give you time. Let's start. Good job, my dear. Okay. Енді астындағы тик I can дегенді. Міне, екінші модуль аяқталды. Енді сен осыдан сүрінбей өттің. Жарайсың. Ендігі кезекте I can. Есіңде ме? I can деген мен істей аламын. Яғни барлық істей алатын нәрселерінің барлығын істейсің. Ағылшынша айталсаң, сен I can деп айтасың. For example, біріншісін оқи қой. I can introduce my family and friends. Мен өзімнің отбасымды және достарымды таныстыра аламын дейді. Сенің қолыңнан келеді ғой, я? Қалай таныстырамыз? Hello, my name is Alfia. For example, мысал келтіріп жатырмын саған, я? This is my mommy. Her name is Жаңылған. This is my father. His name is Болат. Деген сияқты әкемнің атын айтып жатырмын, я? Сен де солай. This is my daddy, this is my grandpa, this is my grandma. Деп айта ғой. Және оған егер де сен тура мен сияқты айта алатын болсаң, онда тик қой. Келесі, the next. I can name things in the house. I can name things in the house. Үйдегі заттардың барлығын айта аласың ба? Барлығы болмаса да біз өткен заттарды. Мысалға төсек, бұл үстел, бұл орындық, біз өткен болатынбыз оның бәрін. Оған да this is деген сөзді қолданамыз. Кәнекей, атап көрші. Мен саған қазір мына жерде сурет көрсетем, сен соны атай ғой. This is орындық ағылшынша chair. Good job. Next. This is it's table. This is table. Okay. And the next. This is қалай тез айтып жатырсың сен? Бәрін білеткенсің ғой? This is bed. Yes. And what's this?
Бұл не? Айта қой. This is radio. Радио деп қазақшалап айтпаймыз, ағылшынша radio. Және соңғысы бізде what's this? Yes, I know, you know. It's tree house. Yes, бұл tree house. Сен барлығын білесің. Егер де бұның бәрін атай алған болсаң, менен бұрын атап қойған болсаң, және біліп отырсаң, онда екінші бүйтіп тұрған смайлигімізға тик қой. Окей, және үшіншісі my family and my tree house әнін айта аласың ба? Can you sing? Can you sing these songs? Егер де сен осы әндерді айта алатын болсаң, онда қазір менімен бірге әндетеміз. Екі әнді де бірге айтатын боламыз, окей? Let's sing. Come and meet my family. 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 Mommy, Daddy, Lily, and me. Come and meet my family. 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 Okay, good job. Керемет айттың ғой әнді. Ал енді келесі әніміз My Tree House. Бірге әндетейік. Let's sing song My Tree House together. Let's sing. Come to my tree house, come with me. A table and a chair, come and see. Come to my tree house, come with me. A bed and a radio, come and see. Міне балақай, құттықтаймын, өйткені сен екінші модульді аяқтадың және сүрінбей барлық сынақтан өттің. Енді соңғы сабағымыз қалды. Ол жерде қызық айтайын саған. Ол жерде сен менімен бірге диктант жазасың. Өйткені сен ол жерде қанша сөз білуің керек, соның бәрін келесі сабақта айтамын. Сонымен қатар біз ойын ойнайтын боламыз. Board game. Яғни тақтайшадағы ойын ойнайтын боламыз. Осы біздің өткен сөздеріміз келді. Сондықтан да үйге тапсырма, барлық сөздерді қайтала. Келесі сабақта кездескенше асыға сондай күтемін. Өйткені ол сабақ біз үшін қызық болмақ. Goodbye!